Сәлем баршаға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін қазіргі таңдағы трендтегі хит торттарының бірі бента деп аталатын торттың жасалу жолын көрсететін боламын. Жасалуы өте оңай. Видеоны соңына дейін қараңыздар және менімен бірге дайындап көріңіздер. Бұл тортқа бізге ұн керек болады, 2 жұмыртқа, қант, сүт, сары май, бал, тұз және қопсытқыш. Жұмыртқамызға қантты қосып, миксердің көмегімен аппақ үлпілдек масса болғанға дейін көпіртеміз. Біздің жұмыртқалы массамыз осылай болады. Еріген сары майды қосамыз. Сүт, тұз, бал, барлығын миксермен араластырамыз. Ұнға қопсытқышты араластырамыз. Електің көмегімен ұнымызды сұйық массамызға саламыз. Миксермен араластырамыз. Қамырымыз осылай сұйық қамыр болады. Противенге пергамент немесе фольганы төсейсіздер. Осылай қамырымызды құйып, тегістеп, 180 градуста 10-15 минут қызарғанша пісіреміз. Коржымыз дайын болды. Енді толықтай решеткада суытамыз. Суыған коржымыздан фольганы аламыз. Және осындай менде 8 диаметрлі форма бар. Осы формамен мини торттарымыздың формасын шығарамыз. Яғни бұл бента деп аталатын торттың негізгі мағынасы бұл бір порциялы торт деген мағынаны білдіреді екен. Осылай формаларымызды дайындап аламыз. Үлкен осындай корждан менде 12 форма шықты. Оны 4 корждан бөлгенде 3 торт шығады. Яғни біздің формаларымыз дайын. Крем дайындаймыз. Сұйық клейгейге қант саламыз. Миксермен қоюланғанша араластырамыз. Біздің клейгей кішкене қоюлана түскеннен кейін үстіне сүзбелі ірімшікті салып, біркелкі крем болғанға дейін, яғни өзінің формасын ұстап тұратын крем болғанға дейін миксерлейміз. Біздің крем осындай болып шығады. Мини тортымызды жинаймыз. Дайын кремді кондитерлік мешокқа салып аламыз. Және тортымызды 4 корждан тұратын торт етіп толықтай жинаймыз. Төртінші коржға крем жақпаймыз. Осылай жиналған тортымызды тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Қалған торттарымызды жинап алғанша. 3 тортымызды да жинап тоңазытқышқа қойып қойдық. Енді сыртын қаптау үшін крем дайындаймыз. Ол үшін қалған кремді 3 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігіне қызыл түсті бояудан қосамын, яғни пищевой краситель. Екінші бөлігіне көк түсті бояудан, үшінші бөлігіне жасыл түсті бояудан. Бізде осындай ашық қызыл түсті бояу, яғни крем пайда болады. Оны осылай жиналған тортымыздың төбесін шетін қаптауға қолданамын. Осылай толықтай қаптап, тегістеп шығамыз.
үш тортымызды да қаптап аламыз және қалған креммен осылай шеттерін әсемдеп шығамыз. Сіздер әсемдеуді өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Ашық жасыл түсті креммен осылай гүлдің жапырақтарын салып та әсемдесеңіздер болады. Әсемдеу енді өз қалауларыңыз бойынша жасаңыздар. Біздің ерекше торттарымыз дайын болды. Өте әдемі, дәмі керемет шығады. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.